Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев Талас ауданына жұмыс сапарымен барып, аудан тұрғындарымен кездесті. Мемлекет басшысының әкімдердің халықпен кездесулерін өткізу туралы жарлығына сәйкес өткен жиында тұрғындар көкейдегі сауалдарын қойып, нақты жауаптар алды. Аймақ басшысының ауданға сапары жайлы толығырақ алдағы сюжеттен көріңіз. Облыс әкімі алдымен өңірдің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерін баяндап, негізгі мақсат міндеттерді атап өтті. Ербол Қарашөкеев аймаққа инвестиция тартудың маңыздылығын айтты. Бұдан бөлек Қаратау қаласындағы көпқабатты тұрғын үйлерді қайта жаңғырту жұмыстары баяу жүргізіліп жатқандығын айтып, жауаптыларға құрылыс жұмыстарын сапалы әрі белгіленген мерзімде аяқталуын тапсырды. Өнеркәсіп болмай, оның дамуы болмай, жаңа жұмыс орындары болмайды. Сол себептен қазірде қолға алып, аудандардың бойынша біз үлкен карта жасап, аудан әкімдерінің алдарында мақсат қойып жатыр. Инвесторларды шақырып, солармен жұмысты дұрыс жолға қою. Ауыл шаруашылығында 567 миллиард теңге өнім өндіріліп, 517 миллиард теңге инвестиция тартылды. Былтырғы жыл оңай жыл болған жоқ. Ауыл шаруашылығымызға 726 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Инфляция деңгейі 109,2-ні құрап, жұмыссыздық деңгейі 4,8%-да қалыптасты. Облыс әкімі Талас ауданына жұмыс сапары барысында бірқатар нысандарды аралап, мәселелерді бақылауға алды. Аймақ басшысы алдымен 1972 жылы іргесі қаланған бос тұрған көпқабатты тұрғын үйдің қазіргі жағдайын көрді. Одан соң аудандағы мүгедек балаларды оңалту және бейімдеу орталығының жұмысымен де танысты. Сондай-ақ нөмір 3-ші арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну орталығы мен аудандық орталық аурухананың да жұмысын тексерді. Жұмыс сапарының соңында облыс әкімі Қызыләуіт ауылдық округіндегі жел электр станцияларының жұмысын да көрді. Одан соң аймақ басшысы бірқатар жергілікті зиялы қауым және жастардың өкілдерімен кездесіп, түрлі тақырыптарды талқылап, аға буын мен жастардың ұсыныс пікірлерін тыңдады. Наргиза Төреқұл, Әділ Сайлаубеков, Азамат Бескенов, Шет-Шет Ньюс.